Рахмет әріптестер. Қайырлы қымбат көрмен осы сағатқа дайындаған ақпараттар шолуына құлақ түріңіздер. Әлемдегі ең үлкен А23 айсбергінің 3 ай жазда 1000 шақырымға жуық аймағы еріп кетті. Бұл туралы Арктика және Антарктика зерттеу институты мамандары мәлімдеді. Айсбергтен әр қайсының көлемі 60 пен 300 шаршы шақырым аралығында 3 мұз бөлініп опырылып түскен. Маусымның басында А23 айсбергінің аумағы 2730 шаршы шақырым болған. Бұл Ресей астанасы Мәскеудің аумағымен тең. Ал қыркүйекте алып мұздың көлемі 1750 шаршы шақырымға қысқарады. Дәл қазіргі уақытта айсберг Атлант мұхитындағы оңтүстік Джорджия аралынан солтүстікке қарай 70 шақырым жерде қалқып жүр. Түркістандық толағай бала күшімен көпшілікті тәнті етті. Алттар сайысына қатысқан ауыл жігіті Бағлан Мырзатай бала күннен тас көтеріп, шөп тасып шыныққан. Ол кіл мықтылар күш сынасқан сайыста 100 келі тартатын ауыр тасты 150 метрге көтеріп барған. Сарыағаш ауданының Жылға ауылында тұратын жерлесті Бағланды толағай деп атап бұрыннан ерекше құрметтейді екен. Оның бойындағы алып күш, төзімділік пен қайсарлық халықты таңғалдырмай қоймайтынын айтады. Бағлан тек ауылда ғана емес, өңірлік және халықаралық жарыстарда да жүлделі орындарға иеленіп жүр. Қазақтың батырлары жасасын. Арғарай жалғастырайық. Сайгүлік Кабирхан жаңа маусымдағы жарыстарға жаратылып жатыр. Бұл туралы тұлпар иесі Тілек Мұхаммедқалиев айтты. Әлемдік деңгейде танылған тұлпар қазір Дубайда. Кабирханның бабы жақсы, барлығы бір қалыпты. Қазір жаңа маусымға жаратылып жатыр. Жарыс қарашада басталады. Әзірше қай додаларға қатысатыны белгісіз, деді ол. Иесінің сөзінше, Кабирханды жаттықтыратын команда қазақстандық мамандар жоқ. Оның дайындығын тек шетелдік жаттықтырушылар қадағалайды. Сондай-ақ ол көрермен әзірге Кабирханды отандық бәйгелерден көре алмайтынын жеткізді. Айта кетейік, Кабирхан әлемдік деңгейдегі атақты жарыстарда топ жарып, Дубайдағы беделді бәйгелерде жүлде алған қазақ жылқысы. Сайгүлікке бұған дейін Ал Мактаум Челлендж додасында $1 миллион жүлде беріліп, Қазақстанның ат спорт тарихындағы үлкен жетістікті тіркеді. Алматы көшелерінде Tesla автокөлігін тізгіндеген роботтың видеосы тарады. Видео авторы Алексей Красниковтың айтуынша, бұл арнайы дайындалған жарнамалық ролик. Нақтырақ айтсақ, 6-7 қыркүйек күндері Алматы болашақтың астанасына айналады атты алғашқы эко көрме өтеді. Ұйымдастырушыларды тұрғындардың шараға шақырылуы осындай ерекше тәсілмен болды, дейді.